Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін мен сіздермен лимонды қалай ұзақ сақтауға болатындығы туралы өзімнің тәсіліммен бөлісетін боламын. Осындай лимон алған кезімізде міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Көбінде лимон аламыз және де тоңазытқышқа салып қойсақ, ол біраз уақыт пайдаланбаса қарайып, қабығы кішкене солыңқырап қалады. Сондықтан міндетті түрде осы тәсілмен лимонды сақтап көріңіздер. Лимонның барлығын осылай қабығын ашып аламыз. Қабығын да тастап жібермейміз. Кішкене кептіріп, блендердің көмегімен үгітіп алып, кез келген пирогтың, тамақтың құрамына қоса берсеңіздер де болады. Осылай 2 лимонды тілімдеп турап алдым және де осындай кішігірім банкаға, өздеріңізде бар ыдысқа осылай қантпен араластыра отырып, яғни 1 лимон қант сала отырып, осылай тақтап шықсаңыздар болады. Пайдаланатын кезде біреуін алып сала бересіздер. Енді екінші тәсілі, осылай лимондарымызды блендердің көмегімен жақсылап езгілеп алатын боламыз. Міндетті түрде сүйектерінен тазалап алыңыздар және де кішкене қант салып, өздеріңіздің қалауларыңызша қант салсаңыздар болады. Осылай барлығын араластырып аламыз және де оны да кішігірім банкаға салып аламыз. Осылай лимондарыңыз ұзақ уақытқа жететін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Пайдалы болған болса, құрбыларыңызбен, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Және де подписаться батырмасын басып, лайк түймесін басып кетуді ұмытпаңыздар.